Брайан Трейси мақсатыма жетемін қалағаныңның бәріне өзің ойлағаннан да тезірек қалай қол жеткізуге болады. Екінші бөлім. Екінші сала айқын мақсаттар қоятын сіздің отбасылық жағдайыңызбен байланысты. Бұл жайында ойлану өте қажет. Сиқырлы таяқшаны сілтеп қалып едім деп көз алдыңызға елестетіңіз, сосын сіздің отбасыңыздың жағдайы күрт өсіп кетті. Сіздің үйіңіз, көлігіңіз, саяхаттарыңыз, тұрмыс тіршілігіңіз, балаларыңыз оқитын мектеп, киім, отбасыңыздағы қатынас. Өзіңізден, егер ешқандай кедергі болмаса, менің отбасымның жағдайы қандай болар еді деп сұраңыз. Біздің өміріміздегі ең бір маңызды мақсаттардың бірі біздің ерекше қамқорлық қалған адамдармен бірге болуға көбірек уақыт бөлуіміз. Біз барлық тіршілігімізді осы бірінші кезектегі мақсатқа сүйене отырып құруымыз керек. Екінші тарау неге жетуді қалайтыныңызды жазыңыз, екінші қадам мақсаттарыңызды жазу. Үлкен адамдардың 3% ғана нақты мақсаттарын жазып қоятындығы белгілі. Жазылған мақсаттары барынша анық, өте дәл есептелген. Сіз өзіңіздің мақсаттарыңызды жазуды ойластырғанда көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Мысалға, сіз тұратын облыстан алыстағы басқа облыста орналасқан зауытқа бір нәрсені жасауға тапсырыс бергенде, ол зауыттағылар сіздің тапсырысыңыздың сызба жобасын пошта арқылы алып, оны іске асыра алатындай болуы керек. Басқаша айтқанда, сіздің мақсатыңызды орындап, өзіңізге қайта салып жіберу. Сіз сәлемдемені алып, қорапты ашқанда, иә, бұл дәл мен қалағандай екен дейтіндей болу керек. Біз қиялдауымызды тоқтатпадық, біздің армандаған үйіміз қандай болар екен деп ойладық. Мен осы сұрақтарға ойланып, әрдайым әйелімнен сұрайтынмын. Біз ол үйдің қонақ қабылдайтын үлкен бөлмесі, балалар бөлмесі және арт жағында өте әдемі ауласы болады деп көз алдымызға елестетеміз. Осының бәрін жазып қою керек деп ұйғардық. Бұл үйімізге қатысты 42 мінездеме жаздық. Әр ай сайын бау-бақшасы бар, жағада салынған, өзіне тән әсемдік жобасы жасалған әдемі үйлердің суреттері бар журналдар сатып алатынбыз. Ол журналдарды қарап отырып, өзіміздің болашақ үйіміздің солардың қайсысына ұқсағанын қалайтынымызды айтып, ой бөлісетінбіз, талқылайтынбыз. Көп ұзамай, біздің өмірімізде бәрі өзгере бастады. Ісіміз оңға басты, кәсібіміз табысты болды, бізге жақсы ауданнан жақсы бір үй алуға болатынын түсіндік, бірақ бұл жақсы үй біздің арманымыздағы үй емес екенін білдік. Біз армандап ойластыруды жалғастыра бердік. 3 жыл ішінде біз 150 үйді көріп шықтық, араладық, таңдадық, іздедік. Ақыры біз талабымызға сай келетін бір үйді таптық, дәлірек айтқанда, біз сол армандаған үйді таптық. Біз қазір сол үйді аралап серуендеген сайын, оны зерттеген сайын, оның соншалықты әдемі екенін түсінгендей боламыз. Міне, енді бұл үйде біз 19 жылдан бері тұрып келеміз. Сіз мүмкін, мұны қалай істеймін дейтін боларсыз. Неге олай ойлайсыз? Кім біледі, істей алмай қалсам деген шегін шектеу дұрыс пікір емес. Дұрысы, қажет болса істеймін, істемейтін несі бар деп айту. Айтқанымдай, егер сіз жалғыз болсаңыз және өзіңізге ұнайтындай бір өмірлік серік тапқыңыз келсе, отырыңыз да өзіңіздің болашақ жарыңыздың бойынан қандай мінез құлық көргіңіз келетінін жазып шығыңыз. Есіңізде болсын, оның барлық жеке басының қасиетін, оның отбасына, тұрмыс тіршілікке деген көзқарасын, адамдармен қарым-қатынасын түсіну қажет. Осы арқылы сіз өзіңіз іздеген адамды өзіңізге тартуға көмектесетін бойыңыздағы зор күш-қуатты қозғай аласыз. Бұл жайында біраз бойдақ адамдармен әңгімелескен болатынмын. Олар өздерінің өмірлік серіктерін қалай табу қажет екендігін сұрады. Мен ең алдымен өзіме мынадай мақсат қою керек, сен үшін армандаған адам қандай болуы тиіс. Сіз ол кісінің бойынан көргіңіз келетін сипаттамалардың, мінез құлықтардың қандай болуы керектігі туралы тізім жасайсыз. Өз уақытында мен де солай істеген едім. Мен өзімнің арманымдағы әйелдің қандай белгілері, мінез құлықтары болуы қажеттігін жазып қойдым. Егер сіздің кәсібіңіз болып, сізге жәрдемші керек болса, онда сіз қажет болған адамды суреттеп, оның бойынан көргіңіз келетін сипаттарды жазып қойыңыз. Менің кәсіпорнымның маркетинг бөлімінің басшылығы қызметіне бір адам қажет болды. Мен өзім қалаған адамның бойынан көргім келген 38 сипатты тізіп шықтым. 2 аптадан соң біреу телефон соқты. Мен ол адамды бұрын танымайтын едім. Ол телефонның арғы жағынан, мен сіздің қарамағыңызда жұмыс істегім келеді деді. Ол келді. Мен оған өзі туралы айтып беруге 30 минуттай уақыт бердім. Сосын жұмысқа алдым. Ол жұмысқа тұрғаннан кейін 3 ай өткен соң өз тізімімді көрсеттім. Тізімде көрсетілген сипаттамалар оның бойында бар болып шықты. Бұл сипаттамалардың ішінен ол тіпті өзінде бар деп ойламағандарын да кездірді. Бұл таңқаларлық тәжірибе. Әрдайым ең маңызды нәрсені жазып отырыңыз. Мақсаттарыңыз жайында айқын бір ой келсе, бітті, сізге оған жету үшін атқаратын әрекеттердің тізімін жасау қажет болады. Өзіңіз жасаған тізімді үнемі түзетіп толықтырып отырыңыз. Уақыт өте келе жағдай өзгеріп, сіз жаңа ақпарат аласыз. Сол кезде сіздің санаңызға басқа ойлар да келуі мүмкін. Осының бәрін қағазға түртіп қоюды ұмытпаңыз. Жазыңыз. Нақтылықты үйреніңіз. Егер мақсат жазылмаса, онда ол мақсат емес. Жер бетіндегі тұрғындардың тек 3%-ның ғана мақсаттар жазылған. Осы адамдар ғана үлкен табыстарға қол жеткізген. 3 тарау.
Алдыңызға нақты мақсаттар қойыңыз. Сонымен, үшінші қадам, өзіңіздің мақсаттарыңызды таразылау. Сіздің мақсаттарыңыз соншалықты айқын және нақты болсын, тіпті оған жеткеніңіз неге жетпегеніңізді жас баланың өзі ажырата алатындай болуы керек. Мен мұны неге айтып отырмын? Себебі кейбір кісілер мақсаттарын былайша сипаттаған: менің бай болғым келеді, менің атақты болғым келеді, менің бақытты болғым келеді, менің жер дүниені саяхаттағым келеді, маған үй керек, маған көлік керек. Бұл мақсат емес. Бұл қиял, бұл армандар. Бұл бірақ мақсат емес. Арман ол қуатты ағыны жоқ мақсат. Бұл бос, холостой, оқтармен атқылаған сияқты нәрсе. 90% адамдар ешқандай пайдасыз, нәтижесіз өмір сүріп келеді. Бәріне ортақ бір себеп: олар біздің мақсатымыз бар деп ойлайды. Ал шындығына келгенде, оларда арманнан басқа ештеңе де жоқ. Өз мақсаттарыңызды таразылаңыздар. Бір жаттығу. Мен сіздерге өзіңіздің өміріңізді өзгертетін мақсат қою үшін жаттығу ұсыналамын. Мұнымен 25 жыл бұрын өзім жаттыққамын. Бастапқыда мен оған сенімсіздікпен қарадым, бірақ сонда да болса көрейін дедім. Оны бастауға да 1 айдай уақыт кетті. Бұл жаттығудың менің өмірімді өзгерткені соншалықты, тіпті мен солай боларын күтпедім де. Осы жаттығуды мен ұсынған адамдардың барлығы да, иә, шынында да бұл күшті әдіс, оның соңынан өміріңізде өзгеріс болады деп келіскендерін талай мәрте білдірген. Сонымен ол жаттығу мынау: қолыңызға таза қағаз алыңыз. Ең жоғарғы жағына сіз мақсат деген сөзді және бүгінгі күнгі датаны көрсетіңіз. Одан кейін жақын жылдардың ішінде жеткіңіз келетін кем дегенде 10 мақсатты тізіп шығыңыз. Мақсаттарды 3 шартты ескере отырып жазу қажет. Бірінші шарт: сіз оларды дәл қазір орындалғандай, осы шақпен жазасыз. Менің байығым келеді деп емес, мен 1 жылдың ішінде осынша қаржы таптым деп жазыңыз. Мен көп ақша табамын дегеннің орнына, мен айына бірнеше мың доллар тауып жүрмін деп қойыңыз. Мен темекіні тастаймын деп емес, мен темекі тартпаймын деп жазыңыз. Басқаша айтқанда, сіз мақсаттарды олар жүзеге асқандай етіп жазыңыз. Мысалға, мен жақсы көретін адаммен бірге өмір сүріп жатырмын. Біздің қарым-қатынасымыз ойдағыдай, мен бақыттымын. Екінші шартқа ауысайық. Сіз мақсаттарыңызды нақтырақ жазуыңыз қажет. Сіз мен көлік сатып алдым деп жазбайсыз, мен жаңа модельді BMW-ның 6 топтамасын сатып алдым деп жазасыз. Мен арықтадым деп емес, менің салмағым 1000 келі деп жазуыңыз керек. Мен байдым дегеннің орнына, менің осынша мың немесе миллион долларым бар деп жазған дұрыс болады. Сонымен үшінші шарт: дербес мақсат құрыңыз. Қай кезде де мақсатты жазған уақытта мен деген сөзді қолданыңыз. Мен мұнша ақшаны мына күнге дейін табамын, менің салмағым мынадай, мен жылына отбасыммен мұнша күн бірге боламын, мен сатамын, мен табыс табамын, мен сақтап қоямын, мен жетемін. Кез келген мақсатты жазғанда мен етістік әрекет. Бұл бұйрық сіздің бүкіл ой-санаңыздың мүмкіншілігін қозғалысқа келтіреді. Сонымен сіз 10 мақсаттан тұратын тізім жасайсыз. Одан да көбірек жазуыңызға болады. Сіздің ақыл ойыңыздың 15 мақсатпен бір уақытта жұмыс істеуге қабілеті жетеді. Мен ұсынған мақсаттардың ұтымды саны 10. Сізге бөгет болатын кедергілерді тауып, оны жөнге келтіріңіз. Мақсаттарыңызды жазып, нені қалайтыныңызды нақты сипаттағаннан кейін келесі 4-ші қадамға ауысуға болады. Егер сіздің алдыңызда қаржылық мақсат тұрса, өзіңізден: неге мен жеткілікті ақша таппаймын деп сұраңыз. Мойындау керек, әлемде өз күштерімен табысқа жеткен сансыз көп миллионерлер бар. Олар ешқашан жылына 30-40 мың доллардан артық табыс тапқан емес, сонда да олар миллионер бола алды. Мүмкін мәселе сіздің аз табыс тапқаныңыздан емес, керісінше тапқаныңыздың бәрін жұмсап жіберетіндіктен болар. Кім біледі, тіпті тапқаныңыздан да артық жұмсайтын шығарсыз. Мұндай жағдай адамдарға жиі кедергі келтіреді. Миллионерлердің өмір бойы өздерінің табыстарының орташа есеппен 15-20% алып жинап қоятынын сіз білесіз бе? Олар өздерінің тұрмыс тіршілігін қалған 80-85% ақшаға өмір сүруге бейімдеп алады. Ең болмағанда жинап қоюды 1%-ін бастауға да болады. Қалғанына өмір сүруге қашан үйренесіз? Тапқан табысыңыздан азырақ ақшаға өмір сүруге өзіңізді дағдыландырыңыз. Мен айтқалы отырған қағида кедергі теориясы деп аталады. Кедергі болатын негізгі себепті анықтау керек. Дөңгелектің арасына тұрып қалған негізгі таяқты табыңыз, бәрінен де күштірек тежеп тұрған не екенін түсінуге тырысыңыз. Мақсатқа жету жолындағы жүріп келе жатқан жылдамдықтың негізгі реттегішінің не екенін түсінуге тырысу керек. Мен барлық кедергілердің 80% адамның өзінің ішінде екенін таптым. Тек 20% ғана сыртқы жағдайларға байланысты. Қарапайым адамдар не істейді? Олар өз бастарындағы қиыншылыққа әрдайым сырттағы біреулерді кінәлайды. Басқалардан озып шыққан адамдар не істейді? Ол адамдар өз жан дүниесіне қарап, сосын менің ішімде мені жібермей тұрған не нәрсе деп сұрайды. Мүмкін сіз өзіңізді тәртіпке келтіру үшін, өз уақытыңызды дұрыс пайдалану үшін белгілі бір қабілетке мұқтаж шығарсыз. Мүмкін сізге көбірек күш-қуат керек, немесе өмірде басқа нәрселерге әдеттену қажет болар.
Мүмкін көбірек жұмыс істеу қажет шығар, немесе көбірек ойыңызды жинақтау керек болар. Мақсатқа жету жолында сізді тежеп тұрған не нәрсе? Мақсатқа жету жолында кедергі болатын нәрселердің 80% сіздің өзіңізде, олар сіздің қадағалауыңызда. Өзіңізге бөгет болатын барлық кедергілерді анықтаңыз, және олардың сізге бәрінен де көбірек қолбайлау болатын негізгісін табыңыз. Осының бәрін анықтап алғаннан кейін толығымен осы кедергілерді туғызатын себептерге назар аударыңыз. Бұл ашуды қажет ететін құлып. Құлыптың ашылуына, жолыңызға бөгет болатын кедергілердің жоғалуына қол жеткізіңіз. Жалғасы келесі бөлімде. Лайк басып арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.